Сәлеметсіздер ме? Бүгін сіздермен трендте жүрген шоколадты құлпынай рецептімен бөлісемін. Міндетті түрде бірінші каналыма тіркеліп алуды ұмытпаңыз. Біздерге ең бірінші дәмі тіл үйірер құлпынайлар керек болады. Бірінші құлпынайды жақсылап тазалап аламыз, одан кейін құрғақ салфетканың көмегімен құрғатып аламыз. Құрғатып болғаннан кейін біз шоколадтарымызды ерітуге кірісеміз. Әртүрлі түсті шоколадтар керек. Оны микроволновканың көмегі арқылы әр 10 секунд сайын шоколадты қозғап отырып, қайта микроволновкаға қою арқылы жақсылап ерітіп аламыз. Еріген шоколадтарымызға біз құлпынайымызды батырып алатын боламыз. Сонда да біз құлпынайларымызды құрғақ салфетканың көмегі арқылы бір-бір құрғатып сүртіп аламыз. Осы құлпынайларды шоколадқа барынша толық батыруымыз керек. Батырып болғаннан кейін осы таяқшаның көмегі арқылы оны жоғары тұрғызып қоямыз. Яғни біз бұл таяқшаларды қадау арқылы шоколадты букетті дайындаймыз. Міне біздің шоколадтарымыз қатып дайын болды. Ал шоколадтарымызды әсемдеу мақсатында еріген шоколадтарымызбен әсемдік формаларын жасап шығамыз. Міне біздің шоколадты құлпынайларымыз дайын болды. Ал енді дәнектің көмегімен де жасауға болады. Ол үшін ең бірінші шоколадқа құлпынайымызды батырғаннан кейін бірден дәнектерімізді себеміз. Міне біздің шоколадты құлпынайларымыз дайын. Енді дастарханға ұсынып дәмін көрсеңіздер болады. Мен өзімнің балапаныма осы құлпынайды шоколадты беріп, дәмін көрсеттім. Алтыным дәмінің сондай күшті екенін өзінің сөзімен де айтып жеткізді. Сіздерден қолдау күтемін. Міндетті түрде менің каналыма тіркеліп, подписаться батырмасын басуды ұмытпаңыздар. Мансұр, қандай екен дәмі? Әкем? Қандай? Ой, жарайсың.